Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі қазақ тілі пәнінен 69-ші сабақты бастаймыз. Бүгінгі тақырып амоним дегеніміз не? Бүгінгі сабақта сіздер сөз мағынасымен жұмыс істеуді үйренесіздер. Мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап бере аласыздар. Оқулықтың 12-ші бетін ашып, 19-ші жаттығуға назар аударайық. Бұл жерде мәтін берілген, мәтінді тыңдайық. Спортпен арнайы шұғылданатын адамды спортшы деп атайды. Олар жеңімпаздарды анықтайтын жарыстарға қатысады. Басты жарыс Олимпиада ойындары. Қазақстан өзінің Олимпиада чемпиондарын мақтан етеді. Сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Мәтін спорт және спортшы туралы. Жеңімпаздарды анықтайтын басты жарыс қалай аталады? Басты жарыс Олимпиада ойындары. Қандай Қазақстанның чемпиондарын білесіздер? Астындағы суреттерге назар аударайық. Бірінші суретте Бекзат Саттарханов, екінші суретте Бахтияр Артаев, үшінші суретте Ольга Шишигина. Суреттегі спортшылар спорттың қай түрінен жеңіске жетті? Білесіздер ме? Бекзат Саттарханов пен Бахтияр Артаев бокстан Олимпиада чемпиондары. Ольга Шишигина жүгіруден Олимпиада чемпионы. Осы үш чемпион туралы ғаламтордан немесе қосымша ақпарат көздерінен тауып дәптерге олар туралы ақпарат жазасыздар. Келесі 20-шы жаттығу. Жатқа жазып, қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Түріп жең, күресте жең, талып қар, күре қар. Бұл жерде қарамен жазылған сөздер жең және қар. Бұл сөздер амоним болып табылады. Неге? Өйткені айтылуы бір, бірақ мағыналары әртүрлі. Енді осылардың мағыналарын тауып көрейік. Бірінші, түріп жең дегенде, жең ол киімнің жеңін білдіреді. Күресте жең адамның қимыл әрекеті, яғни спортта немесе олимпиада жарыстарда орын ал деген сөз. Келесі талып қар, күре қар. Талып қар дегеніміз қолдың қары, яғни біздің бұлшық ет. Екінші, күре қар, қыс мезгілінде жауатын қарды күрекпен тазалау. Дәптерге жазып аламыз. Келесі 21-ші жаттығу өлеңді көшіріп жаз дейді. Шақырады шымбұлақ аппақ шың қызы, қуанбайтын кім бірақ жарқыраса жұлдызы. Бұл жерде шымбұлақ туралы не білесіздер? Шымбұлаққа барып көргендеріңіз бар ма? Шымбұлақ Алматы қаласында орналасқан. 22-ші жаттығу. Суреттегі зат атауларын екі мағынада қолданып сөйлем құрап жаз. Бұл жерде үш сурет берілген. Бірінші суретте қой, екінші сурет ара, үшінші сурет мақта. Енді осы қой деген мысалы, қой деген сөздің екі мағынасын қолданып сөйлем құрастырып жазу керек. Мысалы, қой момын жануарлардың бірі. Айгүл оқу құралдарыңды үстелге қой. Міне осы нұсқамен дәптерге бұл жаттығуды орындаймыз. Мысалы, ара бал жинайтын жәндік. Әкем арамен ағаш кесті. Бұл екінші суретке сөйлем құрастырдық. Енді үшінші суретте мақта. Мақта деген сөзге екі сөйлем құрастырып жазамыз.